Кез келген үйдегі дәрі қобдишасында иод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал иод тамшыларының бұдан басқа да көмегі көп, қолдану аясы кең. Тыныс алу жолдарының аурулары, иод ерітіндісін қолдану суықтау аурудың жиі қайталана беруінен құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіруді сауығуды тездетеді. Ол үшін мұрын бітіп су аға бастаған алғашқы сәттерде мұрын айналасына жұқалау етіп иод жағып қойыңыз. Құрғақ жөтел кезінде одан тезірек құтылу үшін иод торын тамақ тұсы және кеуденің жоғарғы тұсына жасайды. Мұны абайлап жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да болады. Әсері жақсы. Варикоз. Тамырлардың варикозды кеңею кезінде иод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарына қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жасаңыз. Оны жұқалап жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда иодтың терапиялық әсері ісінудің азаюымен аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартуымен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуы да төмендеуі байқалады. Көгеру және жарақат алған жағдайда иод торы гематомалардан тезірек айырылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді, ал иод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау керек, ал иодпен емдеу 1 күннен кейін басталады. Егер инъекциялық орнында көгеру пайда болса, иод торын сол заматта қолдануға болады. Буын мен арқадағы ауырсыну болған жағдайда көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырықшы жұмыс салдарынан желке құрысы, арқа бұлшық еттері тартылып ауыра бастайды. Иод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Аптасына 3 рет омыртқаның бойы мен мойыннан бел тұсына дейін тік сызықтар жасаңыз. Иод торы тым қалың болып кетпесін. Әр кеш сайын ұйқы алдында ауыратын буындарға жұқалап иод торын жасауға болады. Ал қабынған буындардағы ауырсынуды басады. Буын ауруының асқынуын тежейді. Тағы бір ескеретін жайт, иод торын таза, құрғақ теріге мақта тампон мен жеңіл қозғалыстармен жұқалап жағу керек. Сызықтар арақашықтығы кемінде 1 см болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпесін. Иод ерітіндісі ашық жаралармен жарылған жерлерге шырышты қабықтарға түспегені дұрыс, сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына үстіне жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, иод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені иод олардың терісін күйдіріп жіберуі, нәзік тамырларына зиян келтіруі әбден мүмкін. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын иодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана иод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, яғни қызару, қызу, ашыту, бөртпе және тағы да басқа, онда қорық иодпен сурет сала берсеңіз болады. Ем болсын.